Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақта біз сіздермен ферментация тақырыбында жұмыс өткізетін боламыз. Сіздердің білуіңізше, ферменттер бұл биологиялық катализаторлар. Яғни олар химиялық реакцияны тездетеді, бірақ өздері сол реакцияға түспейді. Қазіргі кезде және бұрыннан бері ферментация арқылы тағам өндірісінде көптеген азық-түліктерді алуға болады. Бүгінгі сабақта біз сіздермен сүтке ферменттерді қосу арқылы түрлі азық өнімдерді алатын боламыз. Бірінші стақанға еш нәрсе қосылмайды. Бұл біздің бақылау нұсқасы болады. Бетін Петр табақшасымен жабамыз. Екінші стақанға осындай бірнеше миллиграмм фермент қосамыз. Оны араластырамыз. Және бетіне Петри табақшасын жауып қоямыз. Фермент әсерінен сүттегі сүт қанты сүт қышқылына айналады. Сүт қышқылы сүттің құрамындағы нәрөздің құрылымын өзгертіп, сүтті ұйылтады. Жоғары температурада бұл процесс тезірек жүреді. Үшінші стақанға бірнеше миллиграмм аштығыны қосып, араластырамыз. Содан кейін Петри табақшасымен оны жабамыз. Аштыққа да ферменттерді бөле алады. Сондықтан біздің болжамымыз бойынша бірінші сағаттан кейін сүт ойып қойыланады. Бақылау стакандағы сүт еш өзгеріссіз қалды. Фермент қосылған стакандағы сүт жұмсақ ақ ірімшікке айналды. Ал аштыққа фермент бөлу әсерінен үйіп қалды. Өзінің бастауын Орта Азияның көшпенді халықтарынан алған құрт түркі тілінің коры, яғни кептірілген тұзды деген мағынаны білдіреді. Әдетте құрт кептірілген және тұзды болады. Ал қазіргі таңда дүкендерде құрттың сан алуан түрін кездестіруге болады. Ащы, тұщы, балғын, тіпті әртүрлі қоспалармен бірге. Құрттың жасалу тарихына үңілетін болсақ, әдетте дайын сүзбені кішігірім бөліктерге бөледі де қысады. Онан соң оларды тақтаға жайып кептіреді. Ал кептіру барысында бірнеше рет аудырады. Мұндай сүзбе соңында құртқа айналады. Әбден қойған құртты қапқа құйып, керегеге асып қояды. Содан оның қалған суы тағы да ағып құрғайды. Бұдан кейін қолмен бөлшектеп тақшаға жайып кептіреді. Құрттың бірнеше түрлері бар. Олардағы жас құрт, көбік, ыстық құрт және сықпақ құрт. Жас құртқа келсек, сүзбеде тұрған құртты сары маймен жентектеп, бастырма ретінде шаймен бірге дастарханға қояды. Әсіресе кепкен құртқа, бауырсаққа, түсі өтпейтін қарттар үшін өте кенеулі ас саналады. Көк жайлай атсақ, қайнап жатқан құрттың қалқып алған беті. Майлы кенеулі ас ретінде жас балаларға, қарттарға қалқып беру салт болған. Ыстық құрт қайнап жатқан құртты алып, май қосып, сапырып ішетін кенеулі ас. Өкпе ауруына, суық тиіп ауырған сырқаттарға ем саналған. Сықпақ құрт. Мұның қайнатқан құрттан айырмашылығы сол ашқан айран қапқа құйып сүзіледі, тұздалып, әртүрлі үлгімен бөлшектеліп тақшаға кептіріледі. Сықпақ құртта бастырма ретінде пайдаланылған. Мұнда құрт жайған әйел ауыл балаларына арнап дөңгелек жасап, жіпке тізіп, мойындарына іліп қуану салты болған.